Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Бірінші онкүндіктің соңынан Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік-батыстың антициклон әсерінен ауа температурасы түнде -20 -30 градусқа, ал күндіз -10 -18 градусқа дейін. Республиканың оңтүстік-батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыстан түнде -10 -20 градус, күндіз -5 -15 градусқа дейін төмендейді. Консультативті болжамға сәйкес 2023 жылдың қаңтар айында екінші және үшінші онкүндігі Қазақстанның басым аумағында күн ауа райына жиі өзгереді. Аяздың беті қайтып, қарлы боран, бұрқасын және екпінді жел күтілуде. Оңтүстік циклондардың әсерінен қарқынды жылу толқындары байқалады. Бұл кезде ауа температурасы еліміздің солтүстік батысында -2 градус, оңтүстік батыс жартыларында және оңтүстік батысында күндіз +2 +12 градусқа дейін жоғарылайды. Ол солтүстік батыс антициклон ернеуіне байланысты қарқынды суық толқындары болжанады. Бұл кезген ауа температурасы республикамыздың солтүстік жартысында және оңтүстігінде түнде -25 -35 градусқа дейін, ал күндіз -15 -25 градусқа дейін. Оңтүстік жартыларында және оңтүстік батысында түнде -12 -22 градусты, ал күндіз күні -3 -15 градусқа дейін төмендейді. Бір айға арналған болжам консультативті ретінде пайдалану керек. Ол кейіннен синоптиктердің жағдайына өзгеруіне қарай түзетіледі және 10 күндік пен 2-3 күндік ауа райы болжамымен нақтыланады деп хабарлайды Газгермот. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.